Баяғы әліппе алқабында сөздер қаласы деген керемет ел болыпты. Бұл елдің бәрі сөйлейді, күледі, тіпті әріптері бебе билейді екен. Бір күні сіздер елінің ақылды ханшайымы Тілмәрием алаңға шығыпты. Ол бүгін барлық әріптерді жинап алып, қымбат әріптермен буындар. Бүгін біз буынның копиясын ашамыз. Буын деген не өзі? Ханшайым. Буын сөздің жүрегі. Әр сөз бірнеше буыннан тұрады. Мысалы бала мекендеп кітап көрдіңдер ме? Әр бөлікте дауысты дыбыс бар. Дауысты дыбыс болса, буын бірге келер. Музыка күшейіп әріптер билейді. Ал енді ойын айық. Мен сөз айтамын, сендер буынға бөліңдер. Кеттік, бірінші сөз алма. Екі буын, дұрыс, ал енді қалам. Тағы да екі буын. Ал мынау ше, мектеп. Екі буын, өте жақсы. Біз бұндарды танысақ, сөзді дұрыс айта аламыз. Сонда сөйлемдер әуе сияқты әдемі шығады. Ал дауысты дыбыс болмаса ше, онда буын болмайды. Сүйікті достары. Дауысты дыбыстары сөздің әні, бұндар оның ырғағын. Сөздің жүрегі, әріптер оның тірегі. Тілмәрием мен үйренем, сөздер елін сүйемін. Сөйтіп сөздер қаласының тұрғындары бұның нағыз копиясын ашты. Ал сен ше, балақай, келесі сабақта бірге жаттап, жаңа сөздермен саяхатқа шығайық.